Халық даналығы ел аузында дегеніміз, халықтың өмірден алған тәлімін, ақыл кеңесін, өмірге көзқарасын білдіретін сөз мұрасы. Ол мақал-мәтелдер, мақыл сөздер, ертегілер мен шешендік сөздерде сақталған. Мысалы, отан оттан да ыстық, туған жерді сүюге үйретеді. Бірлік бар жерде тірлік бар, татулықтың қадірін түсіндіреді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Еңбектің қасиетін айтады. Сен мақал-мәтел білесің бе? Жаңбырмен жер көгереді, еңбектен ер көгереді. Дұрыс айтасың. Демек, еңбек сүйгіш адамды халық әрқашан бағалаған. Халық даналығы біздің рухани байлығымыз. Сондықтан біз ата-баба сөзін ұмытпай, оны өмірде қолдануымыз керек. Өйткені халық даналығы елдің жүрегінде, ел аузында сақталады.